Армысыздар арна көрермендері. Бүгін біз сіздермен бірге тағы бір қызықты тақырыпты қаузайтын боламыз. Денсаулықтың қара тізіміндегі 10 түрлі адам. Айтпақтай біздің каналымызға жазылған бе едіңіз? Ендеше жазылыңыз. Жазылдыңыз ба? Біз тақырыпты бастаймыз. Денсаулықтың қара тізіміндегі 10 түрлі адам. Бірінші адам әрекеті кемшіл адам. Үнем әрекеттенбейтін адамдардың дене қуаты мен қан айналысы баяу болады. Бұлшықеттері босайды, иммунитеттік қуаты төмендеп, ауру мен вирусқа оңай жұғымдалады. Әрекет жасауда табанды болу дененің әрқайсы жүйесінің теңшеу қуатын жақсартып, зат алмасуды тездетіп, иммундық жүйенің қуатын арттырады. Екінші топтағы адамдар. Үнемі аяқты айқастырып отыратын адам. Сіз аяғыңызды қалай қойып отырасыз? Үнемі айқастырып отырасыз ба? Ендеше тыңдаңыз. Аяқты айқастырып отырудың зияны өте көп. Өйткені аяқты айқастырып отырған кезде бөксе мен жамбас сүйек бұралып, омыртқа арқылы мойын мен арқаға қысым түсіп, ашып, ауырғандай сезінеді. Венаның кеңеюін келтіріп шығарады. Себебі аяқты айқастырып отырған кезде қан айналысы баяулайды да, аяқ қан тамыры бүгіліп, вена қан тамырының кеңеюін келтіріп шығарады. Қанның қысымы жоғарылайды. Қанның қысымы жоғарылайды. Қан қысымы уақытша көтеріледі. Қанның жүрекке қайтуы ауыр күшті жеңу арқылы орындалады да, аяқ айқастырылған кезде қан қысымы өрлеп, жүрекке қайтатын қан азаяды. Үшінші топтағы адам. Жалғасты 3 сағаттан артық компьютер алдында отыратын адам. Сіз күніге компьютердің алдында қанша сағат отырасыз? Егер жалғасты 3 сағаттан асып кетсе, тұтқиыл өлім қаупі күрт жоғарылайтынын білесіз бе? Ұзақ уақыт компьютердің алдында отырып, бір орыннан қозғалмағанда, қанның жабыспақтығы артып, аяқтағы терең вена қан тамырларында қан ұйығы пайда болады. Әрекет жасағанда қан ұйығы түлеп, өкпе бітелуіне әкеліп соғуы мүмкін. Ал бұл жағдайға дейін жететін болса, адамның тұтқиыл өлім қаупі артады. Ендеше, компьютердің алдында жалғасты 3 сағаттан артық отыратын кісілерге бұл видеоны міндетті түрде жіберіңіз. Төртінші топ адам. Суды аз ішетін адамдар. Су ішу кішігірім іс, бірақ суды аз ішу үлкен іс. Өйткені дене құрамымыздың басым көп бөлігі судан тұратындықтан, су тапшылығы пайда болса денеде көптеген науқастарға шалдықтыруы, тіпті айықпас дертке шалдығу мүмкіндігі уақыт өте келе өте жоғары болады. Бесінші, үлкен дәретке отырғанда қатты күшенетін адамдар. Шықату сияқты белгілі себептермен аз қайталанатын болса, бұл қалыпты жағдай әрине. Бірақ үнемі осындай жағдай қайталана беретін болса, жүрек, ми қан тамыр ауруларын қозғауы мүмкін. Мысалы, жүрек бұлшық етінің жедел өлеттенуі немесе миға қан құйылудан тұтқиыл жан тапсыруы мүмкін. Орта жастағылар мен қарттарда әсіресе мұндай жағдай қан қысымы жоғары, артерия қатаюы, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруы, қантты несеп ауруы бар адамдар үшін өте зиянды. Алтыншы топ адам. Суық сусындар мен ішімдіктерді үнемі ішетін адамдар. Қытайлық әйгілі жүрек қан тамыры ауруларының профессоры Хоң Жаокуан қарттар суық ішімдіктерді көп мөлшерде тұтынса, өте қатерлі болады. Өйткені адамның ас жолы жүректің ту сыртында, асқазан жүректің астыңғы жағында болғандықтан, көп мөлшерде суық ішімдік ішкенде тәж артерияларының түйілуін келтіріп шығарып, тұтқиыл өлім қаупін жеделдетеді. Тіпті бірнеше есе арттырады депті. Жетінші топ адам. Дәретке отырғанда смартфон ойнайтын адамдар. Дәретке отырғанда смартфон ойнау зейінді бөліп, дәретке отыру уақытын ұзартады. Дәрет көбінесе көтеншек аузында көп уақыт тұрып қалады да, қан тамырды тітіркендіріп, қан ұйығын пайда қылады да, көтеншек ауруларына алып келеді. Сегізінші топ адам. Белді бүгіп, ауыр заттар көтеретін адамдар. Ауыр зат көтергенде дене тұрқының дұрыс болмауынан бел зақымдалады. Белді тікелей игенде бел омыртқа аралық табақшасына кенет күш түседі де, омыртқа аралық табақшаның әлсіз аумақтан томпайып шығуын пайда қылады. Сондықтан да бел ауыратын көптеген адамдар еңкейіп ауыр зат көтергеннен кейін белдің ауруы ұстап қалады. Өз кезегінде дененің тірек жүйесін зақымдауға кеп соғуы мүмкін. Тоғызыншы топ адам. Күйгелек, ашушаң адамдар. Тексеру арқылы ракқа шалдығушылардың көбінің ішіне түйгені болады екен. Тұрмыстағы сәтсіздіктерге тап болғанда психологиялық қайшылық ауыр болады. Оның үстіне өзін өзі жұбату және шерін шығара білу дегенді білмейтін, іштей мазасызданып, үнемі мұңға батып жүретін адамдар көптеп кезігеді екен.
жабығу психологиялық функцияның ретсіздігін келтіріп шығарады да, содан барып организмнің физиологиялық функциясының бұзылуы мен тосылуын тудырады. Қарсылық қуат пен иммундық функцияның төмендеуіне алып келеді. Ал рак клеткасы дәл осындай орайда көбейеді. Бұл видеоны тағы да кімдерге жіберу керек екенін білген боларсыз. 10-шы топ адам: дененің қалыпсыз сигналдарына көңіл бөлмейтін адамдар. Ғаламтордағы бір мәліметке қарағанда, гонконгтық ерлердің орташа ғұмыр жасы ең ұзақ болады екен. Мұның басты себебін мамандар олардың денсаулық тексеруге ерекше мән беруімен байланыстырыпты. Демек, ауру байқалды болды, дер кезінде емдеуге орай жарату керек. Ерте байқап, ерте емделу, ауру жоқ болса да сақтану, бар болса дер кезінде қарату — бұл тезден жазылудың басты жолдары. Атам қазақ айтқандай, ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздейтін адамдар бұл категориядан аман болатынын байқап отырған шығарсыз. Ендеше, өз денсаулығымыз өзімізге керек. Уақытында қаралып, әрбір сигналды қалт жібермей дүп басып, өзіміздің денсаулығымызды өзіміз оқымасақ, біреу келіп біздің денсаулығымызды тексертіп, бізді қаратпайтыны айдан анық. Құрметті оқырмандар, келесі қызықты контенттермен бөліскенше, қош сау болыңыздар. Айтпақшы, біздің каналдағы контенттерді уақытында қарап және лайк басып, лебіз алаңына пікір білдіріп, сонымен бірге достарыңызға, жақындарыңызға жіберіп жүруді ұмытпағайсыз. Есен сау болыңыздар ағайын.